күн оқушылар, бүгін мен сіздермен 76-шы сабақ 4-ші сыныпты есептен шығаратын боламыз. Так, бірінші есептен бастайық. Бірінші есептен не қылды бізге? Уақыт өте келе кейбір мамандықтар қажетсіз болып қалады. Төменде келтірілген мамандықтардың ішіндегі қандай 5 мамандық жойылып кеткен немесе алдағы уақытта жойылуы мүмкін? Өрнектің мәні 1 миллионнан астам дейді. Жақсы, шығарайық. Так, 1 миллиард бөлемін 2000 шығарамыз. Так, бірінші 1 миллиард бөлемін 2000-ға. Так, жоқ, мына жерде. Так, жасайық. Бұл жерде 9 нөлі бар. Бөлемін 2000-ға. Қазір нөлдердің қысқартатын боламыз. 1 нөл мен 1 нөлді, екінші нөл мен екінші нөлді, үшінші нөл мен үшінші нөлді. Так, енді 10-ды 2-ге бөлсек, бізде 5 болады. И мына жерде қанша нөл қалды, соны жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 500 мың шығып тұр екен. Так, енді келесі колл-центр операторы дейді. 600 көбейту 600. 6-ға 6-ны көбейтем 36. Мына жерде қанша 0 бар, соның барлығын қоям. 1, 2, 3, 4. Сонда бізде 360 мың шығады екен. Кеттік, келесі ағылшын тілі пәннің мұғалімі. Так, жазайын. 800. Так, тұсын тағы да 6 нөл бар. Бөлемін 8000-ға. Так, 800 миллион. Так, мына жерде нөлдерін жанында қысқартамыз. 1 нөл. 1 нөл мен екінші нөл, екінші нөл, үшінші нөл, үшінші нөл. 8-ді 8-ге бөлгенде 1 болады. Қанша нөл қалды, соның барлығын жазамыз. 5 нөл қалды. Сонда бұл бізде неше болады? 100 мың болады екен. Келесі газет репортері. Так, 9-дің бұл жерде 9 бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы 9-ға бөлем. Сонда 9-ды 9-ға бөлсем 1 болады. 1-дің бұл жерде 9-ы болады. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кеттік, келесі туристік агенттік. Так, 1 миллион 999 мың 999-дан азайтам. 999 мың 998. 9-дан 8 азайтам 1. 9-дан 9 азайтам 0. 9-дан 9 азайтам 0. 9-дан 9 азайтам 0. Тағы да 0. И тағы да 0. И 1 қалады. Кеттік, келесі пошташы. Пошташы 2500 көбейтем 4000. 25-ті 4-ке өтсем 100 болады. Қанша 0 бар, соның барлығын жазып қоямыз. 5 0 бар. Кеттік. Келесі мұнан жазамын. 1 и тағы да 9 0 бар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осыны бөлемін 500-ге. Мұна 2 0 мен мұна 2 0 қысқарып кетеді. 10-ды 5-ке бөлсем 2 болады. Қанша 0 қалды, соның барлығын тіркейміз. Бұл жерде бізде 7 0 қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 0 бар. Келесі соңғысы 600 көбейту 6000. Мұнда жазып қойын. Қызылмен 600 көбейту 6000. 6 6 36 и 2 0 3 0 қосам. 1, 2, 3, 1, 2. Болды, шықты. Сонда бізде 1 миллионнан астам қайсысы екен? Мұна 500 мың, мұнау жатпайды. Мұна бізде 360 мың жатпайды, мұнау 100 мың, мұнау жатады. Мұнау қайсысы еді бізде? Газет репортері жоғалып бара жатыр, Так, негізі мұнауда 1 миллионнан астам туристік агент деген. Сосын мұнау пошташы деген.
және мына жерде де ағаш кесуші. Жоқ, ат айдаушы. Осылар бізде жоғалып бара жатыр екен. Досын, ағаш кесуші де бар да, 3.600.000 ағаш кесуші де бар екен. Болды, кетті келесі есеп. Келесі екінші есеп. Екі ауылдың бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бақта екі мотоциклшы 65 метр минутына және 70 метр минутына жылдамдықпен шықты. Жарты сағаттан кейін олар кездесті. Екі ауылдың ара қашықтығын табыңыз дейді. Бұл жерде берілген жазып қойдым. В1 тең 65 метр минут және В2 70 метр минут. Уақыт бұл жерде жарты сағат дегеніміз, бұл 1 сағат 60 минут бар ғой, соны жартысы бізде 30 минут болады. Осы жерде S-ті табуымыз керек. Біз мына формула арқылы жазамыз. S тең V-ті, яғни жүрілген жол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең деген. Енді шешуін табу үшін біз бірінші екі мотоциклшының жылдамдықтарын қосамыз. 65 қосу 70 тең 135 метр минут болады. Және жолды табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Сонда 44.050 метр болады. Бұл деп отырғанымыз 1 километрде 1000 метр болғандықтан 4050 метріміз бізде 4 километр 50 метрге тең. Жауабын өстіп жазамыз. Ара қашықтық 4050 метр деп. Келесі есеп. Бізде былай үшінші есепке келдік. Есепті шығар, мұқият бол, жылдамдықты километр сағатпен өрнекте дейді. 1 километр жолды арбакеш 4 минутта жүріп өтті. Енді ол қандай жылдамдықпен жүрді дейді. Бізде жүрілген жол 1 километр. 1 километр. Және уақыт 4 минут. 4 минут. Және жылдамдықты табуымыз керек. Бізде мынандай формула бар. S тең V-ті деген. Осы жерде жылдамдықты табу үшін біз жолды уақытқа бөлеміз. Енді уақытымыз бізде 4 минутпен берілген, 4 минутпен берілген. Енді 1 километрде 1000 метр болғандықтан 1000-ды біз 4-ке бөлеміз. Сонда 250 метр минут болады. Келесі екіншісі әсін қараймыз. Әсінде жол тоже 1 километр және уақыт берілген бізде 10 минут. Нені табуымыз керек? Қандай жылдамдықпен жүрген табуымыз керек? В-ны табуымыз керек, Осы жерде де В-ның формуласы S бөлу Т болады. Енді 1 километр дегеніміз бұл 1000 метр. Сонда бізде шешуі қалай болады? 1000-ды бөлем 10-ға. Сонда 1 минутта 100 метр жүрді. Кеттік келесі Б-сын қарайық. Б-сында жүрілген жол 30 километр. Ол жарты сағатта жүріп өтті. 30 километр дегеніміз бұл 30.000 метр. Солай емес па? Жарты сағат дегеніміз бұл 30 минут. Бұда тоже В-ны табуымыз керек. Формула бұрынғыдай В тең S бөлу Т. Енді шешуі, бұл жерде шешуінде жол 30.000 болып тұр, осыны 30-ға бөлем. 1000 болады. Сонда 1000 метр минут. 1 минутта 1000 метр жүреді деген сөз ғой. Кеттік келесі төртінші есеп. Бір ауылдан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі бақта екі жолаушы шықты. Біреуі 5 км сағат, екіншісі 3 км сағат жылдамдықпен жүрді. Қанша уақыттан кейін олардың қашықтығы 16 км болады. Номер 4-ші есеп. Біріншісінің жылдамдығы V1 тең 5 км сағат. Екіншісінің жылдамдығы 3 км сағат. Бұлар S бізде 16 болған кезде, 16 км болған кезде Т бізде қанша болады деп тұр. Формула баяғыдай S тең V көбейту Т. Бұл жерден Т-ны табу үшін S-ті не істеймін? V-ға бөлемін. Ең алдымен біз бұлай жасаймыз. 5 пен 3-ті көбейтіп аламыз. Общий орта жылдамдықты табу үшін шешуі деп қойын.
5 пен 3-ті қосып аламыз дегенім ғой. Бұл жерде 8 не болады? Километр сағат болады. Енді біздер уақытты табу үшін жаңағы 16 километрді 8-ге бөлеміз. 2 сағат болады. Сонда жауабы қанша сағаттан кейін? 2 сағаттан кейін 16 километр болады дейміз. Так, бір аэродромнан бір уақытта қарама-қарсы 2 бағытта 2 ұшақ ұшып шықты. Біреуі, номер 5-ші есеп. Біреуінің жылдамдығы неше? 748 километр сағат. Екіншісі V2 827 километр сағат. 5 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болады? Табуымыз керек. Формула баяғыдай, S тең V көбейту Т. Так, шешуі. Ең алдымен біз жылдамдықтарын істейміз, қосып аламыз. 748-ге қосамыз 827. Сонда бізде жылдамдықтары 1575 болады екен. Километр сағат. Енді жолды табу үшін не істеу керек деп тұр? Жылдамдық пен уақытты қосу керек деп тұр. Жылдамдық бізде 1575 болды. Енді осы уақытқа көбейтеміз. 5 сағатқа. 7875 километр. Жауабы. Сонда ұшақтардың арасы қандай болады 5 сағаттан кейін? 7875 километр болады. Кеттік келесі. Келесі 6-шы есеп. Тиісті сандарды тауып жаз дейді. Номер 6. Тиісті сандарды қалай жазамыз? Так, 1000 шығу керек бұл жерде. Мына сандарды қосқан кезде. Так, қандай сандарды қосамыз? 380 бар ма? Бар, 380 қосамын. Так, 230 қосамын. 390. Екіншісі 1000 тең 1900 азайтам 530 азайтам 370. Сонда 1000 шығады екен. Кеттік 7-ші есеп. Так, номер 7-ші есеп. 7-ші есеп. 2700 қосам 800 бөлем 100 азайтам 70 азайтам 2. Так, 800-ді 100-ге бөлсем 8 шығады. 2700 қосамын 8 2708 болады. Азайтам 70-тен 2-ні азайтсам 68. Енді бұл жерде жауап 2640 болады. Кеттік келесі. 9000 қосамын 300. Мына біріншісінің жауабы. Азайтам 200 бөлем 100 қосам 40. Бірінші жақшаны орындаймыз. Мына жерден 9100 шығады. Оны бөлем 100-ге, қосам 40-та. Мына жерден қосып алуға болмайды. Бұлай бөлсем 91 шығады. 91-ге 40-ты қосам 131 болады. Келесі цвет ауыстырайық. Так, 18000 бөлем 300 қосам 400 азайтам 600 азайтам 50. Бірінші жақшаны орындай. Жақшадан 100 шығады. Енді 18000-ді бөлем 100-ге азайтам 50-ді. Мына 2-0 мен мына 2-0 кетсе 180 қалады. Одан 50-ді азайтсам 130 болады. Келесі. Так, келесі 180567 67 азайтам 184
и так, азайтамын 4, қосамын 445.534 бөлем 89. Так, мынаны шығарып алайық. 445.534-ті не істеуіміз керек? Бөліміз керек 89-ға. Так, мынаны ең алдымен жазып аламыз. 180.567, азайтамын 184, азайтамын 4, қосам. Мынадан бізде шығады 5006. 5006. Так, мынаны азайтып тастасам 180.000, так, 7-тен 4 азайтсам 3, 16-тан 8 азайтсам 8, мұны 3. Енді одан 4 алып оған қосамын 5006-ны. Мынадан 4 азайтып тастасам 180.379 болады, оған 5006-ны қосам. 6-ға 9 досам 15, бір ойда. 7 ойдағы мен 8, мұнау 3, мұнау 5, и мұнау 18-дің өзі. Сонда осындай жауап қалады екен. Келесі 8-ші есеп. Так, 8-ші есепті қарайық. Бір ауылдан 8-ші есепте жасып қойын. Бір ауылдан бір уақытта 2 салтатты қарама-қарсы 2 бағытқа шықты. Біріншісінің жылдамдығы V1 20 км бөлінген сағат. Ал екіншісінің жылдамдығы 30 км сағат. V2 тең 30 км сағат. Да, қанша уақыттан кейін олардың арасы неше болады дейді? 300 км болады дейді. Сонда бұл жерде біз нені табуымыз керек? Т уақытты табуымыз керек екен. Так, енді осы жерде бізде формула бар, я? S тең V көбейту Т. Енді осы жерін Т-ны табу үшін S-ті мен бөлемін V-ға. Енді шешуін жазайын. Шешуі. Так, ең алдымен қарама-қарсы дегеннен кейін біз не істейміз? Мына 2 жылдамдықты қосамыз. 20-ға қосамын 30-ды. Неше болады? 50 км бөлінген сағат болады. Енді осы жерден уақытты тауып алатын болсақ, 300-ді бөлемін 50-ге. Сонда менде неше болады? 6 болады. 6 сағат болады екен жауабы. Кеттік, екіншісі әсін шығар. Так, енді әсін шығарайық. Әсінде хауызға 2 құбырдың көмегімен құйылады. Су бірінші құбырдан 20 метр куб сағат. Так, бірінші құбырдан жылдамдықпен, так, V1 20 метр куб сағат. Ал екіншісінен 30 метр куб сағат. V2 30 метр куб сағат. Так, енді қанша сағаттан кейін хауыздағы судың көлемі 300 метр куб болады екен. Көлемі 300 метр куб болады екен. Қанша сағаттан кейін? Яғни бізде Т белгісіз болып тұр екен. Солай ма? Так, бұда да дәл солай. 20-ны біз 30-ға қосамыз. 20 шешуін жазайын сразу. 20-ны 30-ға қосамыз. 50 метр куб бөлінген сағат болады. Енді осы жерден уақытты табу үшін біз 300 метр кубты 50 метр куб бөлінген сағатқа бөлеміз. Сонда 6 сағат қалады екен. Жауабы бізде 6 сағатта. Келесі 9-ші есеп. Так, 2 суда жүзгіш ұзындығы, мына 9-ші есеп бізде. Номер 9. Ұзындығы 200 метр хауызды 2 шетіне бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытқа жүзді. Так, біріншісі 28 метр минут, екіншісі 22 метр минут жылдамдықпен жүзді. Олар қанша минуттан кейін кездесті? Кездескенге дейінгі жүзгіштердің әрқайсысы қанша арақашықтықта жүріп өтті? Так, бұл жерде біз 200 метрді S деп ала береміз. 200 метр. Және біріншісінің жылдамдығы V1 тең 28 метр бөлінген минут. Ал екіншісінің жылдамдығы 22 метр бөлінген минут. Енді осы жерден уақытты табуымыз керек екен. Дәл манағы формула S тең V көбейту Т. Осы жерден Т-ны табу алу үшін біз 28 бен 22-ні қосып аламыз бірінші. 28 бен 22-ні қоссақ бізде неше болады? 50 болады. Енді уақытты табу үшін біз не істейміз? 200-ді бөлеміз 50-ге.
200-ді бөлемін 50-ге. Сонда 4 сағат деген шығады, 4 минут деген шығады екен. Енді мына жерде минутпен беріп тұр, значит мына жерде минут болады. Енді әр қайсысы бізге айтады, кездескенге дейінгі жүзгіштердің әр қайсысы қанша арақашықтықты өтті дейді. Енді мына бізде 4 минут болып шығып тұр ғой. Енді осыны каждыйдың жылдамдығына көбейтеміз. Мысалы, біріншісінің қанша арақашықта жүріп өткен табу алу үшін 28-ді көбейтем жаңағы шыққан минутқа, 4 минутқа 112 метр шығады екен. Екіншісінікін табу үшін 22-ні 4-ге көбейтем 88 метр болады екен. Сонда біз жауабын қалай жазамыз? Бірінші жалпы 4 минуттан кейін кездесті, 4 минуттан кейін кездесті. Және біріншісінің несі жаңағы арақашықтығы, яғни S1 бізде 112 метр болады, S2 бізде 88 метр болады деп жазады екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, еңбегімді бағалап